Сәлем қыздар, сіздермен бірге салтанат мәдениет. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі жилетті тоқитын боламыз. Кофточка десек те болады. Өте әдемі джемпер десек те болады бұны. Сондай бір әдемі, барлығы өте аккуратна тоқылған. Өзіме сондай қатты ұнады. Мен бұны балама арнап тоқыдым. Менің балам 1,5 жаста. Бұл 1,5 мен 2,5 жас аралығына болады. Қазір өлшеп алып көретін болсақ, менде иық мойны шамамен 17 сантиметр. Мына жерде менде пуговицы түймелер 5 түйме, тек оң тоқумен тоқылған. Одан кейін мен мына жерде 5 қатардан осындай молочный цвет қостым. Кішкене әдемірек сән беру үшін. Ал етегі және мына екі манжет қолы жеңінің ұшы резина оң теріс тоқылған, және бұл бекітпе фабричный край бойынша бекітілген бекітпелер. Бұл фабричный крайдың сондай бір әдемі бекітпе түрі. Бұл жаңағыдай сіздің бекітілгеніңіз мүлде білінбейді. Өте әдемі көрінеді, аккуратна. Осы әдісті қолданыңыздар. Видеода толық түсірілген, толық айтылған, толық көрсетуге тырыстым. Ал енді жіпке тоқталсақ қазір. Мендегі жіп ярн арт деп аталынады. Дженс. Цвет номері 07, 55% хлопок, 45% полиакрил. Өте әдемі жіп. Жіңішке. Осы бір қабатымен тоқыдым мен. Бұл кофтаның сыртынан, футболканың сыртынан осылай киіп жүруге әдемі. Прям бұл қысқа емес, көз көктем мезгілдеріне әдемі келеді. Так, қазір өлшем алсақ, менде ені кеуде айналым менде 26 сантиметр. Ал биіктігі мына жоғарыдан есептейтін болсақ, биіктігі менде 34 сантиметр. Жеңінің ені 9, ал биіктігін мынау резинадан кейін есептеген кезде манжетімен бірге менде 28 сантиметр. 28 сантиметр, ал манжеттің өзі 2 сантиметр менде. Так, специяның номері менде 3. Да, специяның номері 3. Мен резинаны да және де осы полный жемпірді осы 3-ші размермен тоқыдым. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, менде молочный цвет басқа жіп, бұл Alize Baby Wool. Содан қалған жіптен осылай манжетіне, резиналарына қостым. Өте әдемі үйлесімділік беріп тұр. Ал ендеше қыздар, сіздерге де сәттілік. Осындай әдемі жемпірді менімен бірге тоқып бастаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Және де тағы да қандай мастер-класстар күтесіздер менен жаза кетіңіздер. Ал сәттілік қыздар.
Қазір бізге керек қыздар 88 ілмектің жартысы 44 ілмекті іліп аламыз. Және біз оны басқа өзіміздің тоқитын негізгі жібімізден бөлек басқа жіпке іліп алатын боламыз. Себебі бұл способ фабричный край деп аталады. Жеңнің ұшын сондай біліндірмей әдемі бекіту үшін жеңді және мойын орамын. Ал ендеше қыздар, бастайық. Біз қазір 88 ілмегіміздің жартысы 44 ілмекті іліп алатын боламыз. Ең қарапайым ілмек түрімен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей қыздар, осылай 44 ілмек іліп аласыз. Мінекей қыздар, біз өзімізге керек 44 ілмекті алдық және бізде негізгі жіп. Енді оң тоқып бастайтын боламыз. Бірінші ілмекті оң тоқимыз. Одан кейін ең соңғы кромочный петля, оны да оң тоқып алатын боламыз. Неге осылай соңына дейін тек оң тоқисыздар. Соңғы кромочный петляны оң тоқуды ұмытып кетпеңіздер. Кейін мына қосалқы жібімізді байлап бекітіп қойсаңыздар болады, шығып кетпес үшін. Осы қатарды өздеріңіз аяқтаңыздар, ал келесі екінші қатарды тағы көрсететін болам. Мінекей қыздар, бізде екінші қатар. Екінші қатарда жібіңізді алдыға шығарасыз. Екінші қатар теріс тоқылады бізде. Мінекей осылай теріс аламыз. Қатар соңына дейін теріс тоқимыз және соңғы кромочный петля бізде ол да теріс тоқылатын болады. Екінші қатарды мінекей ары қарай өзіміз аяқтаймыз. Келесі үшінші қатар. Келесі мінекей қыздар, бізде үшінші қатар. Үшінші қатар тағы да оң тоқылады. Бірінші ілмектен бастап оң тоқып аламыз. Соңғы петляге дейін до конца оң тоқимыз. Осыдан кейінгі төртінші қатар, заключительный қатар. Төртінші қатарда біз аяқтайтын боламыз. Қазір көрсетем. Төртінші қатарға келдік қыздар. Төртінші қатарда біз бұл наборный крайды аяқтайтын боламыз. Так, алдымен бізде мына жерде көріп тұрсыздар, бастапқы бастаған ілмектеріміз бар. Осы ілмектерді алып біз қалған 44 ілмегімізді қосуымыз керек. Так, бірінші ілмек бізде теріс тоқылады. Мінекей теріс. Келесі екінші мына жердегі ілмегімізді, бірінші ілмегімізді аламыз. Мұнда алып, бұны оң тоқимыз. Келесі теріс. Екінші ілмек. Мына жерде. Ілмекке өткізіп, оң тоқимыз. Келесі теріс. Одан кейін үшінші ілмек оң. Келесі теріс. Оң. Мінекей осылай соңына дейін аяқтайтын боласыздар. Соңғы ілмек теріс тоқылады. Мінекей қыздар, төртінші қатарды аяқтадық. Оң және теріс ілмектер мына жерде көрініп тұр. Мінекей оң және теріс. Мына біздің қосымша жібіміз.
бұл уже керек емес, бізге аккуратно кесіп алып тастасаңыздар болады. Қазір біз ары қарай негізгі бөлігін тоқитын боламыз. Так, бірінші ілмек просто іліп аламыз. Ары қарай бізде теріс, одан кейін оң, теріс, оң. Мінекей осылай қатарды соңына дейін жалғастырамыз. Және де мен осылай 4 қатар тоқып алатын боламын. Қазір менде бірінші қатар деп есептеймін. Енді осылай тағы да 3 қатар, общий 4 қатар. 4 қатардан кейін түймеге тесік қалдыруды үйрететін боламын. Түймені тоқимыз. Одан кейін ары қарай тағы жалғастырамыз. Ең соңғы ілмек қыздар бізде теріс тоқылады. Қазір соңында, ал осылай ары қарай жалғастыра беріңіздер. Міне қосымша жіпті кесіп алып тастасаңыздар болады. Неге қыздар, мен 4 қатар тоқып алдым және артық жібімізді кесіп алып тастадым. Сол кезде мындай бізде әдемі болып шықты. Яғни сізде мына жерде ілмекті ілгеніңіз мүлде байқалмайды. Өте аккуратно шығады. Осылай тоқуға мен кеңес берем кез келген бұйымды. Ал келесі бізде түймеге тесік қалдырамыз. Бірінші ілмек просто іліп аламыз. Менде планка бірінші ілмекті қоспағанда ары қарай 7 ілмек. Осы 7 ілмектің ортасы примерно 3 ілмектен кейін мен тесік қалдыратын боламын. Так, келесі теріс. 1, 2, 3 теріс. Енді специяға жіп іліп аламыз. Келесі ілмек бізде теріс. Одан кейінгі оң болғандықтан мынау бізде қазір теріс тоқылады. Екі ілмекті бірге теріс аламыз. Так, келесін неге көріп тұрсыздар? Оң, теріс, оң, ары қарай жалғастыра береміз. Келесі қатарда осылай теріс, оң, теріс, одан кейін мына жерде жаңа қосылған жібіміз оң, теріс болып жалғасып кете береді. Ал енді қыздар, осы қатардан кейін, осы қатарды соңында аяқтағаннан кейін ары қарай 3 қатар тоқисыздар. Общий 4 болады. Сонымен 4 қатардан кейін келесіде біз реглан тоқып бастайтын боламыз. Ал қазір өздеріңіз 4 қатар аяқтаңыздар. Неке қыздар, мен уже түймеден кейін ары қарай мен 4 емес 5 қатар тоқыдым. Осылай болғаны ыңғайлы деп шештім. Ал енді сіз 4 қатар тоқысаңыз да болады. Енді біз ары қарай регландарымызды тоқып бастайтын боламыз. Ол үшін алдымен мына схемаға қарай өтсек, бізде общий ілмек менде 87 ілмек шықты. Реглан 4 болады бізде, білесіздер. Мынау бізде жең. Жеңнің арты және алдында 2-2-ден реглан болады. 2-2 ілмектен бұған есептелінеді. Мен жеңге 10 ілмектен бердім. Және алдында бізде мынандай пуговицы түймелер қадалынатын жері бар. Бұл жерде бізде 7 және 7 ілмектен, мында 7, мына жағы 7, бір ілмек, екі жағында да бір ілмектен бізде қосымша ілмек бар. Сонда общий 8 ілмектен, мына жақта 8, мына жақында 8. Ал енді мына алдыңғы бой менде 11 ілмектен. Осы 11-ге мына 8 ілмегімізді қосқанда общий 19 ілмек. Яғни мына алдыңғы бойды және мына жердегі түймеге қадайтын біздің жерімізді есептегенде 19 ілмек алды. Одан кейін 10 ілмек мына жең, мына 2 ілмек мына жер примерно, мына 2 ілмек мынау арт жағы. Одан кейін артқы бой бізде 21, ары қарай тоже мынау артқы реглан, одан кейін 10 ілмек мына жердегі жең, одан кейін 2 ілмек мына жердегі реглан, ары қарай 19 ілмек мына алды. Бұл 19 общий есептегенде. Мен мына жерде шамамен есептеп алдым. 1 жас, 3 ай, яғни 1,5 жасқа арналған
өлшем бойынша. Егер де сіз бұдан сәл үлкейтем десеңіз, онда үлкейтіп ары қарай тоқуға болады. В общем, мына жерде биіктігін мен жемпірдің 37 сантиметр деп есептеп алдым. Мына қолдың ені 17 сантиметр, ал мына ұзындығын 33 сантиметр деп алдым. Бұны тоқу барысында азайтсаңыздар немесе көбейтсеңіздер болады сантиметрді. Одан кейін ең соңында бізде шамамен бір 5 сантиметрдей ол оң теріс ілмекпен жеңін резинасын тоқитын боламыз. Ал ендеше қыздар, бастайық. Мінекей мен уже белгілеп қойдым. Қазір сіздермен бір рет тоқып көрсететін болам. Бастапқы міне бірінші ілмек, просто іліп аламыз. Ары қарай, қазір бізде бәрі оң тоқылады. Бұл оң беті мінекей. 7 ілмек, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл 7 ілмек бізде пуговицы түйме қарайтын жеріміз. Одан кейін мінекей маркер. Бұл 7 ілмекті белгілеп отыру үшін. Одан кейін алдыңғы бойды тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ілмек алдыңғы бой. 11-ға мына 8-ді қосқанда 19 шықты, иә? Одан кейін келесі бізде реглан. Регланға келдік, уже жеңге мына жерден алып сол ілмекке саламыз да алдынан осылай ілмекті аламыз. Маркерді өткіземіз. 2 ілмек реглан тоқылады. Одан кейін мінекей келесі маркерден кейін ортасына міне көрініп тұр, аламыз да. Енді осының жаңа біз алдынан алсақ, енді мынау артынан аламыз. Уже 2 ілмек қосылды. Ары қарай 10 ілмек бізде жең. 5, 6, 7, 8, 9, келесі бізде артқы ойға келдік уже. Ілмегімізді жіп қосамыз деген сөз демек. Ілеміздағы міне алдыңғы жағынан аламыз. Маркерді өткіземіз. 2 ілмек реглан. Маркерді саламыз. Ары қарай мына жерден жібіліп алып, бұның арт жағынан аламыз. Енді мінекей артқы бойды тоқимыз. Ешқандай қиындығы жоқ, қыздар, өте түсінікті. Қосамыз мінекей. Уже екінші жеңге келдік. Маркер өткіземіз. 2 реглан. Маркер өткіземіз. Артқы жағынан жіптіліп аламыз. Екінші жеңімізді тоқимыз. Маркер өткіземіз.
жіп қосамыз. Мінекей алдынан маркер, екі реглан, жіпті артынан қосамыз. Енді специяның артынан аламыз. Маркер, уже міне алдыңғы бой. Маркер өткіземіз. Ең соңғы ілмек теріс. Так, енді бұл бірінші қатарымыз аяқталынды. Екінші қатарда мынау алдындағы біздің манжетіміз дейміз ба қалай. Бұл тек қана оң тоқылады. Сонда сізде оң теріс болып қалу керек. Екі жағынан тоққан кезде де тек оң тоқып отырасыз. Мына жағынан қарағанда теріс болып қалды. Так, келесі ары қарай бізде теріс тоқылады, алдыңғы бой. Бұл екінші жақ бетін тоққан кезде, екінші қатарда біз ешқандай жіп қоспаймыз. Қалай бар, солай жаңағы қосылған жіптерімізбен қосып, тек теріс тоқимыз. Бұл жерде маркер мұндай емес. Қосылған жіптен кейін болады. Мінекей жаңа қосылған жібіміз осылай қатардың соңына дейін тек теріс тоқимыз. Мына жаққа дейін теріс тоқимыз. Ал мынау пуговицы қадайтын жеріміз біздің 7 ілмек. Осы 7 ілмек бізде тек қана оң тоқылады. Екі жағынан да оң тоқылады. Ал мына жағымыз алдыңғы бетінен келген кезде оң, артқы бетінен келген кезде теріс тоқылады. Қазір мен осы қатарды аяқтайсыздар соңына дейін. Одан кейін үшінші қатарды тағы бір көрсетіп өтетін боламын. Так, мінекей екінші қатарды аяқтадым мен. Көрдіңіз бе, мына жерде міне 7 ілмек теріс тоқылды. Мына жақтан оң тоқыған кезде, екінші қатарда уже былай аударған кезде теріс болып көрінеді сізде. Так, как обычно, ешқандай өзгеріссіз бұл 7 ілмек бізде оң тоқыла береді. Қазір менде үшінші қатар. Так, маркерді өткізіп аламыз. Так, келесі бізде оң ары қарай алдыңғы бой. Жіп қосамыз қазір. Міне уже маркерге келдік. Жіп қосылады міне. Алдынан маркерді өткіземіз. 2 реглан ілмегіміз. Маркерді саламыз. Енді міне артынан аламыз ілмектің. Мінекей осылай жіп қосыла береді, қыздар. Бұл үшінші қатар. Қазір осылай оң тоқи береміз соңына дейін. Мына жерде 2 маркерден жіп қосылады. Мынау жеңнің 2 жанында реглан бар. Осы екеуімен қосылады. Артқы бой. Одан кейін келесі екінші жеңіміз. Мына 2 маркерден жіп қосылады.
ары қарай мінекей алдыңғы бойымыз тоже оң тоқыла береді. Бұл жерде жіп қосылмайды. Мына пуговицаның орнында оң тоқылады. Одан кейін осы қатарды аяқтағаннан кейін төртінші қатарға келгеніңізде мына жақ как обычно оң тоқылады. Ал мынау ішкі жағынан әрине теріс тоқисыздар. Сонда мына жағы оң болып шығады. Осылай сіздерде мына жердегі регланның биіктігі, ұзындығы шамамен бір 13 сантиметр болғанша тоқып аласыздар. Мінекей мен уже өзіме керек мөлшерде ұзындығын тоқып алдым. Мына жерде мен қатар санына қарамадым. Себебі менің жібім өте жіңішке. Сіздердің жіптеріңізге қалыңдығына, жуандығына байланысты әртүрлі болу керек. Менде мында алдыңғы бойда 28, одан кейін артқы бой 53, екі жеңі 28 жіптен болды. Екі жеңінде артында жаңа айтқанда 53 жіп болды. Енді ары қарай біз осы жеңін шығарып тоқитын боламыз. Қазір жеңді көрсететін болам. Бізде екі-екіден регландар бар. Сол регландарымыз екі жағына бөлініп тоқылатын болады жеңге. Қазір біз мына алдыңғы жағынан бірінші жіп бізде постоянно просто іліп аламыз бірінші жіпті. Одан кейінгі 7 жібіміз әрдайым оң тоқыла береді. Мына жерде айта кететін нәрсе, менде түйме, мында мен бір түймеге тесік қалдырдым. Санаған кезде менде мында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-нан кейін бір тесік қалдырып отырдым. И жоғары жақта мына жағы бар. Сонда ары қарай осы жерге дейін мен оңға дейін ары қарай 12 қатар сайын солай түймеге тесік қалдырып отырам. Ары қарай тоқи береміз. Жеңіміздің регланына дейін тоқитын боламыз. Алдыңғы бойымызды осылай оң тоқу әдісімен ешқандай өзгеріссіз сол тоқи беретін боламыз. Маркерге дейін тоқып аламыз. Жіп менде хлопок, жіңішке, түтеленбейді. Жіптің сапасы өте керемет. Хлопок болғаннан кейін тез созылып кетпейді. Одан кейін тез жыртылмайды, түтеленбейді. Но енді қазір балдар бұны прям жыртатындай кимейді. Так, маркерге келдік. Енді маркерімізді біз алып тастауға болады. Енді маркердің қажеті жоқ. Светті жақ қойын. Енді маркерімізді алып, екі регланымыз бар. Алдыңғы жақтағы бізде бірінші реглан. Осының біріншісін біз алдыңғы бойға есептеп іліп аламыздағы екінші регланымызды жеңге қосып есептейтін боламыз. Инеге осындай менде тоқуға арналған үлкен ине, тоқымаға арналған осы инеге біз маркерімізді алып тастап, жеңімізді қосымша жіпке өткізіп, пока что осылай өткізіп алып байлап қоятын боламыз. Шығып кетпес үшін кейін уже жеңді тоққан кезде жіпті алып тастап, ары қарай жалғастырып тоқи береміз. Екінші регланға дейін тоқисыздар. Мұнда да тоже бірінші жіп жеңге есептелінеді, екінші реглан артқы ойға есептелінетін болады. Ал қыздар өздеріңіз. Мен міне уже алдын тоқып алдым, алдыңғы бойды. Жеңімізді қосымша жіпке өткізіп болдым. Екі жағында өткізіп алдым. Енді қолтығына қазір жіп қосамыз біз қолына. 1, 2, осындай қарапайым әдіспен 3, 4. Енді ары қарай оң ілмекпен, как обычно, жалғастыра береміз. Мұндағы регланның екіншісі мұнда артқы бойы есептелініп кете береді.
ары қарай осылай тоқып жалғастырасыздар. Келесі екінші қолға да тура солай 4 жіп қосатын боламыз. Міне артын тоқисыздар. Одан кейін келесі регланның біреуі алдына, біреуі артына кетеді. Артқы бойға, екіншісі жеңге кетеді. Міне осы жеңді де қазір қосымша жіпке өткізіп аласыздар. Қазір регланды екеуін бөліп, одан кейін алдыңғы бойын тоқисыздар. Осылай оңай, вот осылай екінші жеңді де жіпке өткізу керек. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай, ары қарай өте жеңіл, оң тоқи беретін боламыз. Мен мінекей екі жеңінде қосымша жіпке өткізіп алдым. Және екі жағына да 4 жіптен қосылды. Чтоб мына қолтығы киген кезде тырысып тұрмас үшін менің жібімнің қалыңдығына байланысты 4-еу қостым. Сіздер енді бұдан қалыңдау немесе үлкендеу размер болып жатса, бұдан да көбірек қосуларыңызға болады. 6, 5, 7, 8 деген сияқты ары қарай осылай өздеріңізге керек мөлшерде биіктігін тоқисыздар. Мына жерде түйме, мен мына жерде 10 ілмек болды. Мына терісі общий санағанда 20 қатардан кейін қалдырдым екінші тесігін түймеге. Ал ары қарай үшінші тесіктен бастап мен 12, яғни 24 қатардан кейін қалдырып отырдым. Мен мына жерде мына терісін санағанда 12, а общий санасаңыз оң терісін 24 қатардан кейін. 20 қатардан кейін қалдырып отырсаңыздар да болады, олай да әдемі шығады. Енді өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарайсыздар. Ал мына артқы бойы да әдемі шықты. Ең бастысы мына тесік қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Мінекей, мен уже резинасына келдім. Мен қазір биіктігі 32 сантиметр.